21 наурыз, ұлыстың ұлы күні, Астана қаласы. Хабар арнасында тікелей эфирде мега жоба. Қазақтың өзіне тән, өзіне жарасатын бір батырлықтың, балуандықтың, ерліктің, қаһармандықтың бір үлгісі болатындай спорт түрі. Ол біздің қазақша күресіміз болатын. Қазақтың нағыз батырлығын, қанында бар нәрсені қайта ояту үшін осы өнер түрлерін қайта қалпына келтіруіміз керек деген ойға келді. Жобаның аты айтып тұрғандай, мұнда қазақ өнеріндегі мен деген мықтылар ғана бақ сынайды. Қатысушылардың қатарынан әншілерден Сергей Ибрагимовті, Қайрат Нұртасты, Нұрболат Абдуллин, актерлердің арасынан Жаужүрек Мыңбалада ойнаған Асылхан, Артур Төлепбер, Аян Өтепбергенді, сосын Жәнібек ханның рөлінде сомдаған Еркебұлан Дайыровты